Қайырлы күн баршаңызға. Қыстың қамын жазда ойла деп жыл сайын қысқа арнап жабатын салаттың рецептімен сіздерге де ұсынамын. Өте жеңіл, жасалу жолы оңай жасалатын салаттың түрі. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Салатты дайындау үшін бізге помидор, пияз, сарымсақ, сәбіз және де мен екі түрлі болгарскийді таңдадым. Біреуі тәтті және әшті болгарский. Алдын ала көкөністердің барлығын жуып тазалап алып, турап, барлық көкөністерді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Көкөністеріміздің барлығын алдын ала дайындап алдық. Енді қазанымызға сұйық майымызды құйып, жақсап қыздырып, пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымызды жақсап қызартып қуырып алдық. Енді үстінен сәбізімізді, чесногымызды, дәміне қарай тұз және де түйіршіктелген қара бұрышымызды салып, жақсап тағы бір қуырып аламыз. Мінекей сәбізіміз жақсап қуырылып алды. Енді үстінен болгар бұрышымызды салып, оттың астын жай мөлшерде қойып, аздап қайнатып аламыз. Қайнап жатқан салатымыздың үстінен алдын ала дайындап алған помидорымызды құйып, 1 сағаттай отқа қоямыз. Жақсылап бір қайнауы керек. Мінекей салатымыз дайын. Мен алдын ала банкаларды қақпақтарын булап алдым. Дайын болған салатымызды банкаларымызға құйып, қақпақтарын жабамыз. Салатымыз ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді жазып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.